Мен осы уақытқа дейін сіздерге HTML мен өзгерте алатын нәрселерді jQuery мен қалай өзгертуге болатынын көрсетіп келдім. Бірақ оның қандай маңыздылығы бар еді? Жарайды, мен сіздерге қазір қолданушы қандай да бір іс-әрекет жасағаннан кейін веб-парақшада қалай өзгерістер жасауға болатынын көрсетемін. Мысалы, батырманы басу, бетті жылжыту, сауалнаманы толтыру деген сияқты, және ең соңында сіз өзіңіздің веб-парақшаңызды шынымен де интерактивті қылып өзгертесіз. Егер де біз қолданушы әрекетіне жауап қайтарғымыз келсе, алдымен біз jQuery'ге қандай оқиғаны қалайтынымызды айтуымыз керек. Және бұл оқиға жүзеге асқанда қандай функцияны орындау керек екенін анықтауымыз қажет. Мен мұны ең қарапайым оқиғамен, яғни батырманы басу арқылы көрсетейін. Бірінші мен батырманы HTML-ге орналастырып алайын. Мысалы, мына жерге. Button ID ретінде біз croc button деп берейік. Және қолтырауын деген атау берейік. Енді біздің міне батырмамыз бар. Егер де оны бассақ, әрине еш нәрсе өзгермейді. Міне, дәл осы жерде jQuery'ді қолданамыз. Ол үшін JavaScript бөліміне өтейік. Және jQuery арқылы ID croc button болатын батырмамызды таңдап алайық. Содан соң on методын пайдаланып, бірінші аргументке қандай оқиға қалайтынымызды жазайық. Біздің жағдай үшін click, яғни басу. Және екінші параметріміз ол бізде callback функциясы. Яғни бұл функциямыз мына оқиға орындалғанда жүзеге асатын болады. Бірақ бұл функция ішіне не жазуымыз керек? Менен сізге кеңес болсын, мен әдетте console logпен тексеріп аламын. Мысалы, console log мені бас деп қояйық. Енді осы жерден видеоны тоқтата тұрып, JavaScript консолін ашып, мына батырманы басқанда функция орындалып тұр ма? Тексеріп көр. Жарайды, енді іске көшейік. Мен мына тұрған кодты көшіріп, одан соң өшіріп тастайын. Содан соң crocodile деген функцияны құрайын. Және ішіне көшірілген кодымды қояйын. Енді бізде веб-парақшамызды қолтырауынға ұқсататын функциямыз бар. Және оны мына callback функциямызға шақырайық. Жарайды, енді дәл осы жерде видеоны тоқтатып, батырманы басқанда не болатынын қарап көрші. Керемет емес пе? Келесі тапсырмада дәл осыны орындап көреміз.